Армысыздар, ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, күн шығалалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шуақ таңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, кезектегі бағдарламамызды бастаймыз. Абай дана, Абай дара, Абай кемеңгер. Исі қазақтың ғана емес, адамның, жалпы адамзаттың абайы аталып жүрген ұлы тұлғаның мерейтойы жер-жерлерде кеңінен атап өтілуде. Жүрегімнің түбінде терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық бала. Өткен жылы еліміздің түкпір-түкпірінде ұлы ойшыл, ақын, ағартушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығын насихаттауға арналған мазмұнды іс-шаралар кең көлемде ұйымдастырылды. Аталған іс-шаралар аясында әдеби сазды кештер, ғылыми танымдық конференциялар, кітап көрмелері, мәнерлі оқу байқаулары мен сахналық қойылымдар өткізілді. Абайдың қалдырған бізге мұрасы үлкен бір дүние болып қалыптасады. Себебі өз айтқан жүрегім түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адамын ойла деп. Дәл сол сияқты әрбір ұрпақ, әрбір кезеңде, әрбір дәуірде өзінің жаңағы жұмбағын шешуге әрекет жасайды. Абайдың соншалықты ерекшелігін сол 1928 жыл Мұхтар Әуезов өзі анкеталық сұраққа берген жауабында айтып қойған. Менің ішкен асымның барлығы сол Абайдан, таза әдебиет сарынына бой ұрғанда Абай деген сөз, қазақ деген сөзбен теңбе-тең келетін секілді жайттары бар деп айтқан. Бүгінгі күнде біз Абайды қай қырынан тануымыз керек. Әсіресе бүгінгі күнде Абайды біздер сол жастарды Абайдың өлеңдерін жатқа айтқызумен бірінші кезекте үйренуіміз керек. Себебі әрбір қалдырған ғибраты, әрбір өлең жолының өзі бізге қазір бүгінгі күнде тәрбие. Жастарымыз осы Абайдың өлеңдерімен, Абайдың ғибрат сөздерімен тәрбиелеуіміз керек. Себебі Абай Шығыс пен Европаны үздік жетістіктерін бойына сіңдірген, үйлестірген ғибратты ғұлама болып есептеледі. Абай Құнанбаевтың басты ерекшелігі ол жастарға айтары бүгінгі күнде сол достықты, одан кейін инабаттылықты, кішіпейілділікті, сабырлықты барлық осы Абайдың өлеңдерінен табылады. Бұны осы нәрсеге аса мән берсек, бүгінгі күнде біз Абайдың осындай мерейтойларын көп өткізсек, онда біз жастарымызды осындай ғибратты өлеңдермен ғибрат сөздерін береріміз мол екендігін көзіміз жетіп тұр. Абайдың шығармалары әлемнің 30-дан астам тіліне аударылған. Солардың қатарында тарихы тұтас, мақсаты ортақ өзбек халқының да ұлы кемеңгерге деген құрметі ерекше. Уақыт өткен сайын көптеген елдер арасында Абай мысалында қазақ халқының ұлттық құндылығы, ерекшелігі мен қадір қасиеті артып жатыр десек, әсте артық айтқандық болмас. Abay Qononboyevni tavalludi bilan bog'liq kunlar nafaqat Qozog'istonda, nafaqat mintaqada, balki O'zbekistonda ham juda katta bir adabiyot bayrami sifatida, do'stlik bayrami sifatida, ezgulik bayrami sifatida, mehr muhabbat bayrami sifatida mana nishonlanyapti. Har bitta shoir, mutafakkir avvalo o'zini xalqini ori, g'ururi, faxri bo'lib dunyoga keladi-da. Lekin keyinchalik u butun dunyoni bir faxriga, butun dunyoni bir mehrini qozongan bir simoga aylanadi-da. Ana shunday simolardan biri sifatida biz Abay Qononboyevni hurmat, ehtirom bilan nomlarini aytishimiz mumkin-da. Bugun mana O'zbekistonda Abay hazratlarining kitoblari, hikmatlari har yili yangi kitoblar chiqyapti. Bularni mohiyatida nafaqat qozoq xalqini, balki butun insoniyatni eng yuksak gumanistik g'oyalarga bir targ'ib qiladigan deylik o'lmas bir da'vatlar yotibdi-da. Mana qarang, bir she'rida aytayaptilar-da. Havolansin, qalqsin, yalinchoqdek balqsin, kuylay o'lganda avlodimga so'z qolsin deydi. Yoki yana birida aytadiki, mendek g'arib duch bo'lsa, bo'yin solsin, o'ylansin, qabul ko'rsa so'zimni, kim tanisa shu olsin deyapti. Kim meni tanisa, kim meni ijodimni sevsa, meni so'zlarimdan bir bahramand bo'lsin degan mana juda bir chiroyli g'oyalarni biz bu yerda bir tarannumini ko'rishimiz mumkin. Yoki Abay ijodida o'zbek xalqiga bo'lgan deylik mehrni,
Hazrat Navoiy ijodiga, shaxsiyatiga bo'lgan yuksak mehrlarni biz alohida bir ta'kidlashimiz kerak. Bu ham bir qardoshlikni bir mustahkamlashdagi eng muhim omillardan biri. Abay aytadiki, Fuzuli, Shamsi, Sayqali, Navoiy, Sa'di, Firdavsi, Xo'ja, Hofiz bu hammangiz madad bering, qilmangiz osiy deydi. Bitta mashhur o'sha o'zini deylik to'rtliklarida. Ауқымды шараның соңы Науаи облысының Зарапшан қаласындағы нөмір 4-ші жалпы орта білім беретін мектептегі Абай Дана, Абай Дара қазақта атты бағдарлама негізінде аяқталды. Ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған әдеби ағарту, рухани мәдени шара жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Жасымда ғылым барды ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем өз сермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімді басқа шауып төскөрледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенде теріс көрмедім. Абай қазақ әдебиетінің асқар шыңы, шұғылалы шыңы деген тақырыпта ашық сабақ өтіп, оқушыларға ұлы ақын Абайдың құнарлы жырларын, биік шыңға жеткен поэмалары, қара сөздерінен үзінділер оқып, солардың барлығын оқушылар санасына сіңдіре отырып, қазіргі кезеңде Абайдың осы 180 жылдық мерекесі барлық жерде өтіп жатқандығы туралы айтылып, және сонымен бірге ұлы ақынға жазылған пікірлерді балдардың санасына сіңдіре білдім. 11-ші сынып оқушыларының Абай шығармасына деген қызығушылығы өте жоғары дәрежеде. Олардың ізденімпаздығы, талаптылығы, барлығы осы ашық сабағымда көрінді. Әрбір сабағымда Абай Құнанбаевтың асыл мұрасын оқушыларымызға тәртіпті түрде, жүйелі түрде, терең білім беруге атсалысып, соларды балдардың санасына сіңдіріп келеміз. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма, өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадуатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма, біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бер алман мен бишара, сіздерге еркін тер байқап қара, екі күймек бір жанға әділет пе, жаны қара бір жанмын, жаны жара. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім мен, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Мектеп директоры Замира Рүстемованың басшылығында ұйымдастырылған бастауыш сыныптан жоғары сыныптарға дейінгі оқу кітабы, қазақ тілі және әдебиеті, музыка, өзбек тілі пәндерінің интеграциялық ашық сабақтары да қамтылған кең ауқымды шарада ұлы тұлға негізгі кейіпкер ретінде бейнеленеді. Абай Құнанбаев қазақ елінің ұлы ақыны. Азимпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де кірпіш дүниеге кетеген тапта бақалан. Ol elde birlikке, intimaqqa, bilim aluvga jigirlendirdi. Abay jastardi, umrdan o'z o'rnini tobuga chaqirdi. Navoiyga shogird bo'lgan Abayim bor, qo'sh qanotli humoyim bor, baxtim bor. Абай Дара, Абай Дана қазақта деп тегеурінді ой сөзін тектен текке айтылмаған. Себебі Абай шынайы тұлға. Абай бұл ұлы тұлға, Абай ұлы ақын. 180 жылдығының қорытындысы іспетті болып отырған мынау Зарапшан шаһар төсіндегі осынау білім ордасында Абайға арналған салтанатты жиын өтті. Өнерлі оқушылар, өнерпаз оқушылар, әдемі ол қыздар, олардың өнерлері арқылы біз Абай сияқты ұлы тұлғаның сонау тереңге жатқан қазынасынан үлкен ой, пікір қозғадық, толғанып қайттық. Асылық деме, аңызға бағып, өлеңге тұнған арай, Алламды айтсам ауызға алып, жырда пайғамбар Абай. Күпірлік етіп күнәлі болман,
келтіре көрме күмән, жырлары біткен шұғалы жолға, қара сөздері дұғам. Мың мен алысқан арыстан шайыр, мың ғасыр мұңы мұңдап, қызыр боп енер ғарыштан дайым, болмысы мәңгі жұмбақ. Абай мен өлең, жақты ғажап. Абайсыз өлең ғаріп, абай менен бақытты қазақ. Абай мен ақын қалық, маған кез жұмақ, тозақтың бірі, жолдасым сенсің, өлең. Абайсыз қалса қазақтың жыры, сол сәтте мен де сөнем. Ұлы кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезов қазақ жазушыларынан әрине Абайды сүйемін. Менің бала күнімнен ішкен асым, алған нәрімнің барлығы да Абайдан. Таза әдебиет сарынына бой ұрғанда маған Абай деген сөз қазақ деген сөзбен теңбе-тең түсетіндей кездері бар секілді дейді. Ал ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов Абай дегенде қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев, онан асқан бұрын соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ дейді. Көк тұман алдыңдағы келер заман, үмітті сәулет көз көп қадалған, көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр, сипат жоқ, суретте жоқ, көзім талған. Ол күндер өткенменен бәрі бәс, келер кетер, артына із қалдырмас. Соның бірі арнаулы таусылшақ күн, арғысын бір ағаула біледі рас. Ақыл мен жан, мен өзім, тән менікі, менімен, менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, менікі өлсе өлсін оған бекі. Шырақтар, ынталарың менікінде, тән құмарын іздейсің күні түнде. Әділеттік, арлылық, махаббатпен үй жолдасың қабірден әр өткенде. Малға сат, пайдаға сат қылығыңды, лайла, лай оймен тұнығыңды. Сонда өмірден алдамшы бола алмассың, ол білдірмей ұрламақ қызығыңды. Адам қапыл, дүниені дер менікі, менікі деп жүргенінің бәрі оныкі. Тән қалып, малда қалып жан кеткенде, сонда ойла болады не сенікі. Алтынды жарқын қала Зарапшан қаласында, соның ішінде 4-ші жалпы білім беретін орта мектепте кереметте бір кештің, кереметте ғаламат сабақтың біз куәсі болдық, дәстүрлі. Және біздің қазақ халқының ұлы заңғар ақыны, ұлы әдебиеттің көшбасшысы деп айтсақ та болады, Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай керемет шара өтті. Осы орайда біздің Абай әлеміне еніп, Абай ауылынан саяхат жасап, әрбір сыныптарда, солардың ішінде бастауыш сыныптан бастап, орта сынып оқушылары және де жоғары сыныптың түлектерінің барлық оқушыларының бүгінгі адуынды ақынның осындай керемет өлең жырларын, шығармаларын, туындыларын өте жатқа білетін, олардың шығармашылығын қызығып оқитындығына біз бүгін куә болдық. Мектептің ұлағаттар ұстаздар ұжымына, ата-аналарға, шәкірттерге алғысымызды білдіреміз. Жақсы істер жалғасын таба берсін. Абайдың шығармашылығы әрі қарай рухани жаңғырып, әрі қарай жас болашақтың санасына сіңдіре берейік. Өткен шаралар аясында әдеби сазды кешпен қатар ұлы тұлғаның өмірі мен шығармашылығын бейнелейтін сахналық қойылымдар да келген көрермендерге ұсынылды. Сонымен қатар қатысушылар Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін оқып, оның философиялық ойлары мен адамгершілік ұстанымдары жайлы пікір алмасты. Нәтиже айтарлықтай. Шара барысында жастардың белсенділігі жоғары болып, ақын шығармашылығына деген қызығушылықтың арта түскені байқалды. Абайдың балалық шағынан бастап, оның үлкен, өсіп өнген, даналық дәуіріне дейінгі халықты жолы таңдаған Абайдың жолы екендігін біз көрсете білдік. Бүгінгі шарамызда оқытушыларымыздың тарапынан қазақ тілі және әдебиеті пәні оқытушылары, сондай-ақ бастауыш сынып оқытушылары өздерінің ашық сабақтарында Абайдың жан-жақтама ақын екендігін, оның жазушы екендігін, аудармашы екендігін көрсете білді деп ойлаймын. Сабақтарымыздағы мақсатымыз да Абай шығармаларын кеңінен насихаттау, кеңінен дәріптеу, соны балаларымызға жеткізу болды. Ал кейінгі біздің іс-шарамыз Абай дана, Абай дара қазақта деп аталды. Бұл жерде кішкене бала Абайдың сонау қоғамдық қайраткер дәрежесіне, халық жолын таңдаған үлкен ақын жазушы ретіндегі деңгейі тамаша көріністер арқылы, оның шығармалары арқылы көрсетіліп берді. Жалпы біз Абай ауылын көрсете білдік. Абайдың ауылын, жас Абайдың өлеңге деген құмарлығын, оның сол балалық шақтағы дәуірін, Зере әжесі,
болмаса ұлжан анасы арқылы көріністер арқылы көрсете білдік. Абай тағылымы, оның шығармашылығы әрине бір күнде оқытылып болмайды. Біз кішкене кезімізден өзіміз сол Абайдың шығармаларын жатқа үйренгенбіз. Бүгінгі күнде біз соны жинақтап, Абайдың бір үлкен бір танымдық әдемі кешін өткіздік деп ойлаймын. Осы сәттен пайдалана отырып 2026 жыл жаңа жыл мерекесімен барша өзбекстандықтарды, барша Науаи облысындағы барша азаматтарды, барша жерлестерімізді шын жүректен құттықтаймын. Келетін жыл өзінің несібесімен, ырыс құтымен келсін, берекесімен келсін. Жаңа жыл әрбір отбасына жаңа табыстар әкелсін. Өткізілген мұндай тағылымды шаралар Абай мұрасының мәңгілік екенін тағы бір рет дәлелдеп, қоғамның рухани дамуына оң ықпал етті. Ұлы ақынның ой тұжырымдары бүгінгі күнде де өзектілігін жоғалтпай, ел болашағын тәрбиелеуде маңызды рөл атқаратыны айқындалды.